Сәлем достар, менің атым Күмпілдек. Бүгін біз пішіндер әлеміне саяхат жасаймыз. Көңілді болуға дайынсың ба? Қане, алдымен үлкен және кішкентай пішіндерді табайық. Қараңдаршы, мұнда үлкен және кішкентай пішіндер бар. Қайсысы үлкен, ал қайсысы кішкентай. Ал енді жоғары мен төбенді табайық. Бұлттардың арасында бір үшбұрыш ұшып жүр, екінші жерге түскен, қайсысы жоғары, қайсысы төмен. Жарайсыңдар, үшбұрыш жоғарыда, сары төменде. Қане, енді оң мен солды ажыратып көрейік. Қайсысы оң жақта балалар, қайсысы сол жақта? Дұрыс, қызыл оңда, көк солда. Қараңдаршы, алдымызда пішіндер орманы тұр. Орманда үш пішін жасырылған, тауып көрейікші. Міне, дөңгелек табылды. Ал енді шаршы мен үшбұрышта табылды. Қане балалар, қайталайық. Үлкен кіші, жоғары төмен, оң сол. Күмпілдекпен бірге пішіндер билей бастайды. Бірге билейік. Кішкентай шаршы қайда жасырынды? Таба аласың ба? Таптыңдар, өте ақылдысыңдар. Бүгін пішіндер әлемінде көп нәрсе үйрендік. Келесі ойында кездескенше. Көңілді үйрен, бірге ойна.